Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қиярды тұздау әдісімен бөліспекшімін. Ол үшін біріншіден қияр, помидор, чеснок, содан кейін қант, тұз, қара бұрыш, лавр листі, сосын хрен, содан кейін укроп қажет болады. Алдымен банкыны жақсылап тұрып содамен жуып алу қажет. Одан кейін 150 градусқа 15 және 20 минут қайнатып алуымыз қажет, яғни булап алуымыз керек банкының ішін. Достар, банкыны будан алып шықтым. Одан кейін банкының ішіне, яғни түп жағына 3 литрлік банкы болғасын жерде 3 укроп саламыз. 3 укроп саламыз. 3 штук укроп. Одан кейін 2 штук хрен саламыз. Хрен салдық. Енді қиярды, яғни аламызда екі шетін кесіп тастаймыз. Одан кейін қиярды тігінен саламыз. Тігінен саламыз қиярларды. Себебі тігінен салатын болса, қиярымыз көп кетеді. Яғни қияр жақсы көретін адамдар болатын болса, қияр көптеу кетеді тігінен қоятын болсақ. Банкыға тығыз салудың қажеті жоқ. Яғни аралары ашық болу керек. Тігінен салып жатырмыз барлығын. Енді осының үстіңгі жағына помидор саламыз. Помидорымыз сыйғанша сала береміз. Помидор тұздағанда жарылып кетеді. Ал жарылмас үшін үстіне зубочисткамен әрбір жерінен тесіп қоюымызға болады. Сол кезде помидорымыз жарылмайды. Енді осы банканың үстіне ыстық су құямыз. Ыстық суды құйған кезде қақ ортасынан бастап құюымыз қажет. Ал шетінен бастап құятын болсақ, онда ол жарылып кетеді. Банка жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан шетінен бастап құямыз. Ортасынан бастап құямыз. Ортасынан бастап құйып жатырмыз. Ыстық су құйып болдым. Енді бойы жылынғанша 15-20 минуттай, яғни біз банкының қақпағын жауып қоя тұрамыз. Яғни мен су құйғаннан кейін 3 чеснок салдым. Енді 15-20 минуттай күтеміз. Банкыны будан алдым. Енді оның ішіне 2 литрлік банкіге, яғни 2 укроп саламыз. Және де 2 хрен саламыз. Яғни бұларды төп жағына салуымыз қажет. Төп жағына қарай салдық. Енді оның үстіне қиярды ұзыншалап қоямыз. Ұзыншалап қойып жатырмыз. Яғни ұзыншалап қоятын болсақ, бұл бізде қиярымыз көп кетеді. Яғни көп қияр кетеді. Енді осының үстіне, яғни банкыны қатты нығыздамаймыз. Себебі бұл нығыздасақ, банкы сынып қалады. Сондықтан ішіне нығыздап салмаймыз. Енді осы жерге салып болдық қиярды. Енді оның үстіне біз помидор саламыз. Яғни помидор жарылып кетпес үшін оны зубочисткамен тесіп жібереміз. Яғни әрбір жерінен тесіп банкының үстіңгі жағына саламыз.
Қиярым сыймай қалды. Яғни қиярымыз үлкен болғандықтан сыймай жатыр. Яғни бұл қиярды алып тастайық онда. Оның орнына бір қияр помидорымызды алып тастаймыз да, оның орнына бір қияр саламыз. Енді осының үстіне 3 чеснок саламыз. Бетін жауып тастаймыз.